Бәріңізге сәлем. Ерекше тағамдардың бірі кешкі асқа және түскі асқа дайын болатын жаппасай тағамын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне суымызды құйып, шамалы тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнымызды бөліп отырып қосамыз. Бірінші қоюланғанша қазір қасықпен басында араластырып аламыз. Кішкене қоюланғаннан кейін қолымызбенен қамыр илейтін боламыз. Менің каналымда көптеген тамақ түрлерінің рецепттері бар, салаттарда, тәттілерде барлығы бар. Осы бейненің астында көрсетілген, жасап көрсеңіздер болады, барлығы бір жасағаннан шығады. Біздің қамырымыз міне дайын болып қалды, кішкене қаттылау болып келеді. 10 минут қазір қалдырамыз, содан кейін жұмсаратын болады. Енді бетін жауып 10 минутқа кішкене тындырамыз. Оған дейін біз салмамызды дайындайтын боламыз. Бірінші етімізді осылай ұсақтап турап аламыз. Табамызға кішкене май құйып, қызып тұрған майға етімізді салып 5 минуттай 7 минуттай қуырып алатын боламыз. Оттың астын бұқтырып, етін жауып қоямыз. Оған дейін біз қазір салатын жуаларымызды барлығын дайындап тураймыз. Жуамызды төртбұрышты етіп осылай турап аламыз. Содан кейін етіміз қуырғаннан кейін үстіне салып, тағы да 5 минут 7 минуттай жуамыз кішкене жұмсарғанша қуырып алатын боламыз. Тағы да біз сәбізімізді, бұрышымызды барлығын осылай төртбұрышты етіп турап аламыз. Барлығын турап дайындап алдық. Енді жаңағы жуамыз кішкене қуырғаннан кейін сәбізбен бұрышымызды салып, тағы да бетін жауып кішкене қуырамыз. Оған дейін картопымызды да осылай төртбұрышты етіп турап аламыз. Картопты көбірек салғандарыңыз дұрыс, өте дәмді болып шығады. Барлығын дайындап алдым. Міне біздің жаңағы салған көкөністеріміз кішкене жұмсарды. Содан кейін міне картопымызды да салып, үстіне енді біз томат пастасын салатын боламыз. Шай қасықпенен 1,5 шай қасықтай томат пастасын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Отымыздың астын бұқтырып, кішкене қуырылғанша тағы да отта ұстайтын боламыз. Бір араластырып алып, тамағымыздың бетін жауып қоямыз. Бізге ыстық су қажет болады. Кішкене менде қуырылды, міне ыстық су құйып жатырмын. Тек осы біздің салғандарымыздың, картоптарымыздың бетіне дейін ғана су құямыз. Өте көп құюдың қажеті жоқ. Тек қана шамалы ғана асырып құятын боламыз. Тұз салдық, жаңа қыздар, дәміне қарай тұз саламыз. Енді бетін жауып, біз жартылай піскенше бетін жауып оттың астын бұқтырып қоямыз. Оған дейін біз қазір қамырымызды жаятын боламыз. Соған дейін тамағымыз кішкене пісе тұрады жартылай. Кішкене ұн сеуіп, енді қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыз жабыспайтын, тегіс болып жайылатын болады. Жұқалау қылып жаямыз. Қалың болмау керек. Жайғаннан кейін енді ішіне сұйық май жағамыз. Барлық жеріне жететіндей етіп жағып шығамыз. Кесеміз, барлығын ұзына бір кесіп аламыз. Содан кейін төртбұрышты етіп кесеміз. Кескен кезде өте үлкен қылып кесудің қажеті жоқ. Барлығын бірдей етіп тегістеп кескеніміз жөн, себебі қазір екі жағымен бүктеген кезде бізге ыңғайлы болады. Енді дайын болған қамырымыздың барлығын май жағын төменге қаратып, астына қаратып, үстіне осылай қойып шығамыз. Сол кезде біздің қамырымыз бір-біріне жабыспайтын болады. Барлығын осылай қойып шығамыз. Міне дайын болғаннан кейін бетін жауып 30 минут пісіреміз. Уақыт өткеннен кейін міне осылай екіге бүктеп тарелкамызға қоя береміз. Ешқандай жабысқан жоқ, әдемі болып пісті. Осы қамырдың рецептімен бір ғана қамыр шығады, яғни ол 2-3 адамға жетеді. Өзіңіз адам санына байланысты рецептіне 2 еселеп, 2 нан немесе 3 нан жасайсаңыздар болады, жасап жасаңыздар болады. Ортасына енді міне салмасын салып жатырмыз. Қалауыңыз бойынша бетіне ақ көк немесе жуа сепсеңіздер болады. Өте дәмді тамақтардың бірі. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген тамақтармен бөлісемін.